Қойды құрбандыққа алып дейді, ақшаны кейін беруге бола ма? Зарплата 5 июльде дейді. Сакен дейді. 5 июльде аман боласың ба десе? Сонда қағаз бар ма қолында? Бұл Сакен 5 июльге дейін аман есен болады деген қағаз бар ма не қолында? Бір оқиға айтып берейін сіздерге. Оқиға қызық қой. Мысалмен. Тарихта Омар деген патша болған. Омардың баласы Абдулла деген болған. О, мықты патшаның болған, уақытысында әділетті патшаның біреуі. Соның баласы Абдулла айт намаз екен, тура осы бүгін Арапа күні екен. Осындай Арапа күні бүйтіп көйлектерін ертең айт намазына не киемін деп бүйтіп қараса, көйлектер жыртыл-жыртыл қапты. Патшаның баласы. Содан кейін қойшы папамнан барып, ақша сұрайын деп әкесіне келіп, әкешім, ертең айт намаз киетін не шапаным жоқ, не көйлегім жоқ, жыртық, бәрі ескі, ақша алып бер, ақша берші маған деп. Сөйтсе, әкесі баласының сондай қиын жағдайда бір көйлегі жоқ, айттың күні бір көйлегі жоқ екен көріпті да, қағаз жазып дейді. Банктың бастығына жазыпты. Банктың бастығы Сүлеймен, менің айлығымның есебінен 5 июльде айлық алам мен. Сол 5 июльдегі айлығымнан, мына менің балама в счет зарплаты ақша бер, көйлек алсын депті. Сен банктың бастығына кепті анау, мәз болып. Бүйтіп оқыпты банктың бастығы, бүйтіп ашкиін киіп алып, былай қарап, былай оқыпты да, бүйтіп жайтты. Сен Омарға барып айт депті. Тура осындай қағазды 5 июльге дейін өлмеймін деп жазып берсе, онда берейін депті ғой. Сол кезде Омар айтты дейді, ана қағазды көріп, бар көйлегіңмен барып оқи бер деп айтты дейді. Бар көйлегіңмен бара бер депті. Солай жан. Сондықтан сен қайдан білесің 5 июльде аман болатыныңды? Гарантия жоқ қандай. Сол үшін барыңмен базар жан. Сен құрбанынан басқа жақсы нәрсе істе. Сен құлшылық қыл, айт намазына бар, кел ертеңе. Одан Астанада болсам біздің мешітке кел, мен өзім оқимын, құлақ салып. Мынандай күшті уағыздар айтамыз. Жақсы сағат 4:30-да келсең супер болады. 6-ға дейін айтамын тоқтамай. Енді нені қосып қоюға тырысам, прямой эфирде, бірақ сөйтсе де. Осы, одан кейін айтайын дегенім, айт намазына бар, сол жерге қызмет жаса, аяқ киімдер бүйтіп жатып кетеді. Соларды жина, мешіттің алдын жинап бер, соны зиратқа барып Құран оқып шық ата-бабаңа бүгін. Одан кейін барып не істе? Қызмет жаса, ассалаумағалейкум деп, жай намаздан шашылып қалады, соның бәрін жинап бер. Тағы не? Соны ертерек туғандарды құттықта, содан кейін бір-біріне айт қабыл болсын деген жаз, мені кешір дегенде жаз туысқандарыңа. Супер болады. Ой, супер болады. Сонда айтнама құрбан шалған боласың. Мәне сол. А сен құрбан шаласың, қарызсың. Не керегі бар? Сөйт жан. Ой, Сәкен азаматсың. Рахмет деген дауысы жазғаныңнан айналдым. Алла разы болсын. Тұрмыстағы әйел күйеу жағы емес, өз әке-шешесінің жағына жерленсе болады ма? Толық түсіндіріп беріңізші дейді. Açınlar, sıyдырмайтырмын не уже. География деген өз жердің үстінде, жердің астында бәрі қап-қараңғы. Жердің астында, мына жер кішкене жақсырақ, комфортный, жұмсақырақ жатам деген жердің бәрі бір жер. Бая бір айтты, сен бірінші өліп алсайшы депті. Сол сияқты сіз қайда қалай барам деген сұрақты қойла. Алланың алдына дүниеге қай бетімен барам деген сол сұрақты қойсам, саған не важно болады? Туысқандармен жатасың ба, төркініңмен жатасың ба, тоқал жағына көшіп кетесің ба, бірінші күйеумен жатасың ба, екінші күйеумен жатасың ба, ода проблема жоқ жан. Сен бірінші қандай күймен, қай сипатпен, Алла тағала қай ісіме риза болады деп соған барсаң, бола береді. Хоть Қазақстанға жерлен, хоть Қырғызстанға жерлен, хоть Мекке Мәдинаға барып жерлен. Разница жоқ. Сен өзіңе қара, қандай адамсың сен? Қандай амалың бар? Бітеп әркім өзін жақсы біледі ғой, кім екен? Бітеп қарасаң, сол жерде көрініп тұрады. Қай жерде жатуға аласың. Сонда саған мына жерлену неважный болады да, жан қызым. Төркініңе жатасың ба, төркініңе жатпайсың ба, ол рөл ойнамайды Алланың алдында. Егер сен солармен бірге болуды қаласаң, ол любой жерден аруақтармен кездесе береді жан. Әйтпесе біз түс көру үшін, онда былай болу керек еді. Егер біз жерге қарай барса, онда біз мына төркінімізбен түс көру үшін төркінге